Айтуға бола ма, болмай ма білмеймін шақта. Айта беріңіз. Кіндігімнің төмен жағы қимылдады. Бүгін біз сіздермен ақша тақырыбында әңгіме қозғайтын боламыз. Ең алғашқы табысыңызды қашан таптыңыз және қалай, қанша жасыңызда? Өзім 13 жастан бастап папама жалынып жүріп, себебі біздің туысқандарымыздың бәрі базарда жұмыс жасайтын. Еркекте ақшасы көбейген кезде құтырады дейді, ол рас па? Соңғы үлгіде 570 машинаны мініп алып, қыздарға барып, өтірік ана қызға уход жасап, мына қызға уход жасап, өзін таба алмай жүрген. Өзін таба алмаған, өзінің өмірділік миссиясын таппаған еркек қолына ақша бітсе, қатынға қарай жүгіре бастайды. Бірақ қыздар, ақшасы бар еркектің бәрі құтырады деген ол сенің жаман установкаң. Анасын, қызын, әйелін ренжітпейтін, әйелін бағалайтын ер азаматтар миллиардер болады. Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен есімім Аида, психолог-психотерапевтпін. Бүгін біз сіздермен ақша тақырыбында әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі тақырып бізде ақшаны полностью ашамыз, қозғаймыз, көбейту жолдарын айтамыз. Бүгін маған сұрақты Аружан қойып отыратын болады. Сіздерге арнайы сұрақтары бар екен. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн баршаларыңызға. Мен есімім Аружан болады. Сіздермен тағы да көріскеніме қуаныштымын. Мен ақшаға байланысты көптеген сұрақтар дайындап келдім. Бастайық ендеше, уақытты жоғалтпай. Ең бірінші сұрағым сізге, ақша деген не? Сіз үшін не ақша? Ақша деген мен үшін ол инструмент. Яғни ақшаны біздің өмірімізде важность қылып, оған зацикливаться ететін болсақ, ол бізге келмейтін болады. Аллах тағала менен артық нені жақсы көресіңдер, мен сендерден соны нәрсемен сынаймын деген сөзі бар. Яғни ол жерде бізде тек қана күйеуім, балам, ата-анам деп қояды, ол жерде ақшаны қатты зацикливаться ететін адамдар да бар. Соның кесірінен қарызға кіріп, соның кесірінен кредитке кіріп жүреді. Сол себептен де мен үшін ақша ол инструмент. Яғни оны мен керек кезінде жаратып, қажетіңе пайдаланып, бақытты өмір сүремін десең, ақша саған қол сілтейтін, әдемі жол көрсететін құралда. Ал егер де сен оны важный қылып, ойбай, мен ақшасыз өмір сүре алмаймын дейтін болсаң, ол өте қауіпті жауыңа айналатын болады. Рахмет. Сізге тағы да бір сұрағым, ең алғашқы табысыңызды қашан таптыңыз және қалай, қанша жасыңызда? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Ең алғашқы табысымды мен ерте жастан жұмыс жасаған адаммын. Негізінде ерте жастан өзім құштар болғам оған. Ата-анам мені қинап, ойбай, сен ақша тап деген емес, бірақ өзім 13 жастан бастап папама жалынып жүріп, себебі біздің туысқандарымыздың бәрі базарда жұмыс жасайтын. Сөйтіп жұмыс жасап жүрген кезінде мен ақша тапқым келеді. Мен солардың ақша санап, қолымда мынандай ақшасы тұрғандарын көріп қызығушылық пайда болған ақшаға деген. Сосын жұмыс жасағым келеді, маған базардан орын алып беріңіз деген папама. Сөйтіп барады да, маған 13 жасында квас сататын, мынандай бочкада квас сататын жерге алып барады. Өз бочкамен аламыз сол кезде, сөйтеміз де солмен айқайлап тұрып квас сатқанымыз бар. Квас деп сөйтіп содан 2,5 мың теңге табамыз. Сонымен мәз болып бүкіл жаз айында ақша жинағам. Бірақ сол кезде тиыннан үлкен ақша құралатын сол кезде көзім жеткен. Әжептәуір ақша жинап, өзімнің оқуыма, өзімнің киіміме, сол кішігірім бизнестің Аллахтың қалауымен жай көтеріле берген. Сөйтіп жүріп, оқуымды да бітірдім. Студент кезде салонға да жұмысқа кіріп көрдім. Хиджаб мұсылманский магазин аштым. Ол орамал тағатын барлық қыздың арманы шығар деп ойлаймын. Бір өз саласында киіну, киім сататын дүкен ашқысы келеді. Сөйтіп жүріп аштық, бірақ ол да менікі емес. Адамда Аллах тағала өзінің предназначениесі бар кезінде, өзінің саласы, өзінің бұл өмірге келудегі миссиясы бар кезде, оны былай да болсын алып келіп, өзінің жолына әкелетін болады. Мен осы салаға Аллах тағаланың өзі алып келді десем де болады. Неге? Себебі Алланың қалауымен 16 жасымда налоговыйға оқуға түсем. Оқуға түсіп жүріп, мен қатты ауырып қалам. Бір айқайлы астма болып жатып, реанимацияға түсіп, ауырып, ауа жұта алмай жатқан кезімде ата-анам болды, оқуыңды таста, сен басқа салаға көш дейді. Бірақ мен сонда да жоқ, мен грантқа түскем, мен грантымды сақтап қалуым керек деп, сонымен қайтадан оқуға барам. Сөйтемін да, сөйтіп жүрген кезде қайтадан ауырам. Сөйтіп аурумен арпалысып жүрген кезде мен өзім өмірім көз алдымнан өтеді. Мен не істеп жүрмін? Намазым қайда? Құлшылығым қайда? Мен қазір өліп қалсам, Алланың алдына барған кезде қалай жауап берем? Мен ақшаны қайдан таптым? Қай жаққа жұмсап жатырмын? Жалпы менің өмірге келуімнің миссиясы неде? Сонда мен қазір 16 жасымда өліп қала салам ба деген сұрақтар мені мазалай бастайды. Сөйтем да 18-ге дейін арпалысып жүріп, уже ауру мені жеңіп кеткен кезінде мен оқудан шығамын деп айтам. Содан кейін қолыма сол кезде Камшат Бекжігітованың Ойыңды өзгерт, өміріңді өзгерт деген кітабы түседі. Онда Алланың қалауымен бізге профессорлар сол жерде задание қылып береді. Сессияға тапсырма ретінде. Сөйтіп соны оқып,
мен ойымды өзгертемін, кәдімгідей кардинально өзгереді менде. Мен болып психолог боламын, мен казгуға түсемін, мен өмірімді өзгертемін деймін да, грантымды бір күнде тастап полностью Шымкентке қайтадан ауысып, қайтадан мына жақта жұмыс жасап жүріп, ана жаққа документтерімді тапсырып, қайтадан Алматыға оқуға барып, екі ортада жүріп психологияны меңгеріп аламын. Сөйтіп психологиядан қорқақтадым. Басында психологиямен ақша таптым деп айта алмаймын. Бұл психология саласында жүрген кезде менде қорқақтық болды. Неге? Өйткені сен сонда психолог болып кете саласың ба, не кімге керек психологтар деген нәрсе біздің менталитетімізде өте көп та бұндай нәрсе. Адамның жұмысын құнсыздандыру. Сол кезде мен барлығын айтатынмын. 5 жыл өтеді, 5 жылда мен дәуреnim келеді. Сол кезде мен көп ақша табам бұл саладан деп ше. Сөйтіп, қазір Аллаға шүкір, өзімнің қалағанымнан да көп артық суммада табысым бар. Бірақ ең айтарым адамдарға, қандай салада жүрсеңіз де, сіз өзіңіздің жұмысыңыз, өзіңіздің миссияңыз, өзіңіздің өмірлік позицияңызға келмей жатып, өзіңіздің ақшаңызды табамайсыз. Адамда Аллах тағала өзінің ақшасын беріп қояды. Сен осы саладан береке табасың, сен осы саладан бір молшылық табасың деп. Ал бірақ біз сол молшылықтан қаша бастаймыз да, болмайтын әр нәрсені бір көріп жүреміз. Өзіміздің энергиямызды жоғалтамыз, ресурсымызды жоғалтамыз. Сол үшін қазіргі кезде балаларыңызды құшақтап алып оның басын сипай бермей, ерте бастан жұмыс жасауға үйретіңіздер, ерте бастан жетілдіруге үйретіңіздер, ерте бастан оның финансовый грамотностьін оятыңыздар. Сол кезде ол бала ертең ақшаның құндылығын түсініп, қолындағы бар дүниесін екеу қылатын болады. Ал қазірден бастап тек қана сіз оны дайынға, наготовый үйрете беретін болсаңыздар, ол ертең сіз дайындап берген мал-мүліктің өзін алып кете алмайтын болады. Сол үшін де балалардың ерте бастан енді барып мен жұмыс жасасын, оқымасын демеймін, оқуды да алып жүріп, еңбек етуді үйренген дұрыс болады деп айтамын. Рахмет. Ақшаға деген қорқыныш сізде болған ба? Ақшаға деген қорқыныш ақша табуға әсер етеді ме? Осыны айта кетсеңіз. Менде вообще негізі қорқыныш жоқ деп айтсам болады. Мен бір Алладан ғана қорқамын, басқа еш нәрседен қорқпаймын. Неге? Өйткені мен рисковать еткен жақсы көретін адаммын. Мен всегда риск менің екінші, қалай айтсам болады, атым десең болады. Неге? Өйткені рисковать етпейтін адам ақша таба алмайды. Ақшаны кім таба алады? Ол всегда рисковать ете алатын, тәуекелге бара алатын адам таба алады. Негізі адам бойында ақшаға деген қорқыныштары болады. Ол қорқыныш сіздің бойыңызда да болуы мүмкін да. Ол қорқыныш кез келген адамның бойында болуы мүмкін. Бірақ біз соны терапияларда отырып анықтай аламыз. Мысалы үшін бір адамдар миллиард тапқым келеді, миллион тапқым келеді дейді, бірақ на самом деле ақшаға деген қорқынышын ұстап қалған кезінде іші бір қылт ете қалады. Сөйтеді, ол қанша еңбек етсін, әрекет етсін, бірақ ол ақшаға деген қорқынышы бар кезінде ол сол нәрсені таба алмайды. Мысалы, қазір біз сіздің ақшаға деген қорқынышыңызды анықтасақ болады. Дәл осы жерде отырып. Қалай қарайсыз? Анықтаймыз ба? Анықтап көрейік. Давайте. Ендеше қазір біз сізбен еркін отыруыңызды сұранамыз сіздің. Телефоныңызды қойып, еркін отырып, көзіңізді жұмып, қолыңызды жүрек тұсыңызға қойсаңыз болады. Қолыңызды жүрек тұсыңызға қойып, мен сонынан қайталап отырсаңыз болады. Менің ақшаға деген қорқынышым осы жерде. Менің ақшаға деген қорқынышым осы жерде. Қандай сезім болды? Қазір ештеңе. Аха, келесі кетеміз. Асқазан тұсыңызға қойсаңыз болады қолыңызды. Менің ақшаға деген қорқынышым осы жерде. Менің ақшаға деген қорқынышым осы жерде. Қандай сезім болды? Айтуға бола ма, болмай ма білмеймін жақта. Айта беріңіз. Кіндігімнің төмен жағы қимылдады. Аха, енді қолыңыз кіндік тұсқа, сол қимылдаған жерге қоямыз. Енді айтамыз. Менің ақшаға деген қорқынышым осы жерде. Менің ақшаға деген қорқынышым осы жерде. Жылып алып кетейін деді ма? Қараңыз, енді адамның бойында бұны камера артында отырған менің YouTube оқырмандарым да өзіне жасап көрсе болады. Жай ғана адамның бойында осы үш жерде үлкен қорқыныштар болады. Егер де сіздің бойыңызда ешқандай сезім болмаса, еш нәрсе сезіне алмасаңыз, сіздің бүкіл қорқынышыңыз тек миыңызда деген сөз. Ал егер де сіздерде де тоже сондай аружанка сияқты, біреулердің жүрегі қатты дүрсілдеп кетеді, біреулердің іші қылт ете қалады, кәдімгідей бүйтіп жұлып алған сияқты, бір жағынан бір майыстырып атқан сияқты бір сезім болады. Сондай сезім болса, сізде ақшаға деген қорқыныш бар деген сөз. Ол іштегі қорқынышты сіз оны терапиялар жасау арқылы жеңбей, сіз қанша әрекет етіңіз, бизнестер ашыңыз, күшті жұмыстар жасаңыз, сіздегі ол қорқыныш сізді бүйтіп ақшаға деген тұсау болып тұра беретін болады. Ал сіз осы қорқынышты жеңіп, мына қорқынышпен жұмыс жасаған кезде сіз потокта өмір сүретін боласыз. Яғни сіз барып, оның басында тұрмасаңыз да, сізге Алланың қалауымен көп мөлшерде ақшалар келе бастайтын болады. Сол үшін өздеріңіздің ақшаға деген қорқыныштарыңызды осы қарапайым терапиямен жасап көрсеңіздер, тексеріп көрсеңіздер болады. Өзіңіз айтқандай, сіз көбінесе айтасыз ақша поток деп. Ақша поток деген не негізі?
соны ұстайын деп Аха. едім. Ақша потогы деген бұл бізде мысалы үшін iPhone сататын Apple Store бар ғой, Apple, жалпы Google Play, сол кісілердің фирмалары уже масштабқа шығып кеткен. Олардың уже миллиардтаған табыстары бар, үлкен қаржылары бар, дұрыс па? Оларға уже потокта iPhone шығады и барлығы таласа алады деген сияқты да. Олар уже потокта өмір сүреді. Мысалы Louis Vuitton, Gucci деген сияқты брендтер, олар уже потокта, яғни олардікі полностью қандай Birkin деген сумкалар шығады, и олар сразу сатылымда болады да. Ал біз потокқа жетуіміз үшін біздің участиемізсіз ақ, яғни біздің қарым-қатынасымызсыз ақ сізге келе беретін ақша, яғни сізге келетін үлкен қайнар бұлақ. Мысалы үшін ол не только ол айфонда, мысалы біреулер мал шаруашылығымен айналысады. Мал шаруашылығымен айналысып жүреді, мына жақта өзінің жылқылары көбейіп, күшті болып, дамып, өсіп үлкен болып кетеді да, бай болып. Ал біреулер болады, бір жылқы асыраймын дейді, бір жылқысы өледі, ауру болады, или болмаса әйтеуір бір берекесі болмайды. Потокта жүретін адамдарда өзі бір кішкентай дүниемен ақ үлкен суммаға жетіп алады. Ал ешқашан жаңағыдай қорқынышы бар адамдарда олар қанша жерден мына жақтан біреулер мал бақсын, біреу егін егіп байып кетсін, біреу болмаса ферма ашып байып кетсе, ол тура сол адам жасағанды қайталаған күннің өзінде де точь-в-точь, бірақ ол адамдікі болмауы мүмкін. Өйткені қорқыныш деген нәрсе адамды потокқа кіргізбейді. Ал потокта өмір сүру үшін адамда қорқыныш болмау керек, өкпе реніш болмау керек, өмірге деген ешқандай қиналу болмау керек. Сол кезде адамның өмірінде мықты ресурсный состояние, поток ашылып тұратын болады. Ақша потогын не жабады? Қазір айтқанымдай, ақшаның потоктарын өзі психологиямызда өкпе реніш, адамдарға деген тәкаппарлық, менсінбеушілік, ақшаның келген кезіндегі көтере алмай қалуың, сенің откатқа жіберетін дүниелерің болады. Мысалы үшінші, сен ақшаның потогында жүріп, сен әйеліңді жылатып қойып, сен басқа любовницалармен гостиницаға баратын болсаң, сен өз потогыңды жауып қоюың мүмкін. Мысалы үшін неше түрлі бай адамдар бар, дұрыс па? Байлыққа жетеді, күшті болады, сөйтеді, тоқал алам деп шығады. Мен екінші әйел алам деп шығады. Или болмаса мен любой қызымна Lexuспен қарат алам деген сияқты сөздер айта бастайды. Тура сөйтіп жүрген кезде ол әйелі жоқ кезде де бірге болған адам, бірге көтерілген адамдар сөйтіп сол нәрседен бастап айырыла бастайды. Мысалы үшін қарттар үйіне барып көрсеңіз, қарттар үйінде не деген ақшасы көп адамдар жатыр. Не деген ақшасы көп, байлығы көп, бірақ уж балалар оған қарағысы келмейді. Потому что ол сол моментте айырылып қалды сол связьдан. Балаларға беру керек махаббаттан, барды да көшедегі әйелдерге беріп тастады. Балаларына беру керек махаббатты жұмысына беріп тастады. Сөйтті де қазір ол балаға да керексіз, әйелге де керексіз, қарттар үйінде жатыр. Ақшасын ол сол жердегі адамдарға беріп, өзіне авторитет жинағысы келеді. Уже күш қуат жоқ бойында, шама жоқ деген сияқты. Сол үшін де потокта постоянно жүргісі келетін ер азаматтарға да, әйелдерге де айтарым, отбасыларыңызға адал болып, бір-бірлеріңізді сүйіп, ренжітпей қарым-қатынас жасаңыздар. Біз Дубайға оқуға барған кезде сол жерде мықты ұстаздар бар да, оларда недвижимость бар, күшті жаңағыдай мықты, біреуі Rolls-Royce'пен жүрсе, біреуі Lamborghini'мен келеді деген сияқты. Сөйтіп сабақта отырмыз ғой, сабақта барлығынан сұрап жатыр. Сөйтіп өзі 4-5 ақ ер азамат келіп қалды. Қалғандардың бәрі әйел. Сөйтіп ер азаматтар тұрғызды да, сен үйленгенсің ба деді. Үйленгем. Әйеліңмен қандай қарым-қатынастасың? Сол жердегі үшеуі жақсы қарым-қатынаста, бәрі нормально деген еді, отыр деді. Біреуі жоқ, мен әйеліммен ұрысып келдім сабаққа деген еді, қайтарып жіберді. Сенің маған қазір ақшаң да керек емес, сонша төлеген ақшаң да керек емес, бар да әйеліңмен татулас. Өйткені сен қазір әйеліңді ренжітіп қойып, мына жерде оқыған білімің саған миыңа кірмейді да, одан кейін ол саған сенімді болмайды деп. Сол үшін де ер азаматтар потоктарыңыздың ашық болғанын қаласаңыздар, әйелдеріңізбен қарым-қатынасты дұрыстап, жалпы қыз баласын ренжітпеуге тырысыңыздар. Әйел күйеуінің минусқа кетуіне әсер етеді ме? Дәл қазір осы әйел тақырыбына көшкен кезде мына сұрақ әдемі кетті. Жалпы әйел адам кейбір қыздар болады. Например, күйеуге тиеді да, күйеуі оған дейін күшті бизнесмен болып жүреді, ақшасы көп болып жүреді, үйленеді, батыс минусқа кете бастайды. Нефтем өзі түсінбейді, банкрот басталып кетеді. Неге? Өйткені жаңа подкасттың басында айттым ғой, адамда ақшаға деген зацепка болған кезде Аллах тағала оны отцеплять ете бастайтын болады. Яғни көптеген қыздар қазір ақша үшін дейді, адамның жүрегіне де қарап отқан жоқ, мінезіне де қарап отқан жоқ, тұрмысқа шығады ақша үшін деп. И оны ақшасын алып қойған кезде, ол уже дымсыз қалған кезде, уже оларда ұрыс конфликттер бастала бастайды. Сол кезде егер де сіздер қыздар
ақшаға қатты жабысып қалған, ақша деп қалған адам болсаңыз, сіз күйеуіңіздің наоборот минусқа кетіп қалуына әсер етіп жіберуіңіз мүмкін. Бұл жерде ақшаға қарамай қой, ақшаны миыңнан шығарып жібер деген сөз емес. Просто бірінші орында Алла тағаланы қойып, Алла береді ризықты. Менің ризығым бәрібір маған келеді деген кезіңізде, сіздің өміріңізде сол дүниеге сіз асықпай, абдықпай жететін боласыз. Кейбір әйелдер бар, уже не істеп кетеді, ашулана бастайды. Ол шындыққа да тура қарау керек та. Памперс үшін ұрсып, баласын асырай алмай, жалқауланып, диванда жатып алып, ақша таппайтын ер азаматтар да өте көп. Ондай еркектерді әйел өзгерте алмайды. Ол еркектің уже өзінің санасына бермесе өте қиын. Ал саналы ер азаматтар да бар. Істеймін, жетемін, бірақ сәл сабыр қыл, біз бүйтеміз, былай істейміз деген кезде әйел де ойлану керек. Мынау ақыры айтып жатыр ғой, хотя бы іс-әрекет болмаса да біз дейді, ауызбен айтып жатыр ғой деп жасырын дұға тілеу керек. Яғни дұға тілеп, күйеуіне көмектесіп, қолдау білдіріп жіберген кезінде екі адамда үлкен рост болады. Ал когда сен қолдау білдірмей, наоборот, минусқа тарта берген кезінде, миын аштай бергенде, былайша айтқанда, сол кезде минусқа кетіп қаласыңдар да, екі адамда. Сол үшін ақшаға байланысты әйелдердің әсер етеді. Жаңағыдай болатынға да, болмайтынға да көті тырысып қала беретін әйелдер бар. Шынымен де тырысып қала береді. Болатынға да ренжиді, болмайтынға да ренжиді. Содан кейін алады да күйеуінің жолын тарс етіп жауып қоя береді. Бір күні менде мынандай қызық болды. Бала шағыма киім алып жүрем, балдарыма. Сөйтем да киім алып жүрген кезде бір әйел маған айтады, мен кассаға барып, каспи ашайын деп тұрсам, сіз төлемей қойыңызшы, мен сізге мынаны сыйлық қылып беріп жіберейін дейді. Не үшін десем, мен сіздің бір видеоңызды көріп қалдым дейді. Содан бастап бізде үлкен рост басталды дейді ғой жаңағыдай. Қандай десем, сіздің осы жаңа айттым, әйел болатынға да болмайтынға да тырыса бермеу керек деп, күйеуіме болатынға да болмайтынға да тырыса беретін едім дейді. Кәдімгідей ренжіп қала берем, сөйлеспей жүреміз. Сөйтіп дейді, ол кіре берді, қарызға кіре берді, машинасы бұзылып қалады, то андай болады, то мындай болады деп. Содан кейін бірден аяқ астынан сол видеодан кейін болды, мен өзіме тырыспаймын деп сөз бердім дейді. Вообще ренжімеймін, наоборот дұға тілеймін, кәдімгідей ода рост бола бастады дейді. Бірден тендер ұтып алды, бірден мықты салоннан көлік алдық дейді. Мынау сіз қазір киім алып жатқан дүкенді маған ашып берді дейді. Сол үшін сізге алғыс ретінде осы алып жатқан киіміңізді сыйлық қылып беріп жіберейін дейді. Сол үшін де адамға бір ауыз сөз бүкіл санасын өзгертіп жіберуге жеткілікті болады. Ал кейбір адамдарға бір ауыз сөз түгілі бүкіл кітапты оған барып айт, оны барып оқыт, онымен үлкен жұмыс жаса, оған бәрібір жеткіліксіз болады. Сол себепті әйелдер саналы болып, ренжімей, күйеуіңіз үшін дұға тілесеңіз, сіз наоборот оны өсіретін боласыз. Ал енді мына сөзде бар. Еркектің басын төрге де, көрге де сүйрейтін әйел. Мен бұған бірақ келіспеймін. Қазіргі заманда келіспеймін. Неге? Өйткені қазіргі ер азаматтар да өте ақылды, әйелдер де өте ақылды. Екі адам бірін сүйрейтін емес, өйткені энергия жетпейді ол нәрсеге. Екі адам просто бір-біріне махаббат беріп, жақсы сөйлеп, қолдау білдіріп, алдыға қарай ұмтылатын заман деп айтатын едім. Отбасыға байланысты сұрақ қойып жатырмын ғой енді. Ақша мысалы ата-анаға не қатысы бар ақшаның? Сол туралы айтып өтсеңіз. Мысалы бізде миф шықты ғой, адамдардың ата-анаңа жаңағыдай кешірдім деп жазсаң, ата-анаңмен қарым-қатынасын, мысалы папаңмен қарым-қатынасын дұрыс болса, ақша көп келеді, мамаңмен қарым-қатынас дұрыс болса, жігіт күштіге жолығады деген, оның бәрі өтірік қыздар. Оның бәрі өтірік. Мысалы үшін неге? Сен қанша жерден осы ойбай мен ата-анаммен қарым-қатынасым дұрыс болса, барып ақша табады екем деп, оларға сен просто так ақша үшін кешірім сұрап, ақша үшін жақсылық жасайтын болсаң, саған ешқашан ақша келмейді. Ата-анаңның сені просто дүниеге алып келгені үшін жақсы көр. Ол сенің ата-анаң, сенің тіпті оған ренжуге де құқығың жоқ. Мен психолог болсам да, мен де сондай қателіктер жібергем. Яғни ата-анаңа кешірдім деп жаз, кешірдім деп айт деген сияқты. Біреудің мен сезімін обесценивать етіп тұрған шығармын, бірақ сіз өзіңізге миыңызға құйып алсаңыз, ата-ананы мен таңдаған жоқпын. Ата-ана маған Алланың берген сыйлары, олардың мінезі қандай болсын, олар маған қандай тәрбие берсін, олар маған қандай жағдай жасап берсін, сол нәрсені мен қабылдаймын. Я согласна деп көріңізші. Сол кезде сіз деп, ой, не деген поток ашылады. Ал не согласна, мен ата-анам андай, маған жағдай жасап берген жоқ, олар үйтті, олар сөйтті деп претензиямен өмір сүресің ба, сен ешқашан болотадан шыға алмайсың. Ата-анаңа, өмірге, Аллаға ешқашан претензия қойма. Сол кезде сен мол табыстың, байлықтың қайнар көзін ашатын боласың. Ал қалтасында ақшасы азайса, думкаға, стресске, сразу уайымға беріліп кететін адамдар болады. Ол психологиялық ауру ма?
ол мысалы үшін ше адам ойлана беретін нәрсені біз миымыз программа қылып жазып алады. Яғни программа қылып жазып алған кезде ол автоматты түрде ауруға ұшырайтын болады. Яғни қалтасына соңғы 1000 теңгесі қалған кезде тревогаға ұшырайтын адамдар бар. Неге менде ақша азайып кетті, ақшаны қайдан табам, деп тревога ұшырай бастайды. Және де қалтасында вообще ақшасы болмаса да спокойно, бақытты, расслабленный жүретін адамдар да бар. Расслабленный, мысалы үшін еркін дейікші, еркін жүрген адамдарға ақшаның мол көзі келеді. Ал сен тревожиться ет, уайымда, қайғыр, сенің мысалы үшін ризығың бәрібір саған іздеп келетін болады да. Мысалы, мен өткенде мына сөзді естіп қалдым. Бір кісі дейді да, мына айдалада сахарадан өтіп бара жатып, құдыққа құлап кетіпті. Құдыққа құлап, сол жерден қиналып далаға шыққан кезінде ол кісіні бір әйел көріп қалып, жолдан өтіп бара жатқан әйел көріп, ой, сіз не болды деп бір кесе айран беріпті. Жаңағыдай шөлдеп отырсыз ба деп. Сөйтіп жаңағы кісі айранын ішіп алып, енді не үшін жүрсіз айдалада мынау, не үшін әбіршіп кеткенсің десе, ана құдыққа, мен мына құдыққа деп алтып, қайдадан сол құдыққа құлап, сол жерде жан тапсырыпты да. Бұл жерде айтатын итоқ қандай? Яғни адамның бұл өмірде бір шыны болсын, бір кесе болсын ризығы қап кетсе, Аллах тағала соны ішкізбей, соны жегізбей, соны тойдырмай о дүниеге жібермейді екен да. Сол үшін де асықпай, абдықпай, барлығын Аллаға тапсырып, бірақ әрекет ете берген кезіңізде сіз сол дүниеге жететін боласыз. Біздің ризығымыз жазылып қойған дейді. Сонда біз әрекет істемей, жұмыс істемей жүре берсек, ризық өзі келе ме бізге? Жоқ, мысалы үшін жаңа ғана қазір ғана айттым ғой, мысалы үшін адамның бұл өмірде бір шыны несі қалса да, ол адам соны ішіп жеп кетеді деп. Бірақ өткенде маған бір қыз келді да, жеке консультацияма дейді. Әкем дейді, қайтыс болар алдында маған бір күн звондады дейді, қайтыс болатын алдында бір звондап, қызым 500 теңге единица салып жіберші деп айтты дейді. 500 теңге. Әшінде оған 5000 единица салатыным, мен сол күні жоқ папа, мен салғым келіп тұрған жоқ дедім, телефонды өшіріп қойдым дейді. Бірақ сол кезде ол маған соңғы рет звондап тұрғанын мен білген жоқпын дейді. Сөйтіп өкіріп жылап отыр. Бұл жерде мен ол қызға айтып отырмын да, сен әкеңнің ризығы таусылып қалған ғой. Сол кезде оның ризығында 500 теңге единица тұрса, ол сенің әкеңе сен 5000 салып жіберетін едің. Ал сол кезде қараңызшы Алланың құдіретін, оған таусылып тұр да, әшінде салып жіберетін қызы бұл жолы жоқ деп. Әшінде салып жіберетін единицаның өзі адамда ризық таусылса, оған еш нәрсе келмейді. Ал адамның ризығы болса, ол ертең, мысалы сіздің тағдырыңызда самолет мінетін, вертолет мінетін тағдыр тұрса, мінесіз. Бірақ мына әңгімеде бар ғой, мысалы баяғыда бір адамның тағдырына сен бай боласың деп жазылған ғой. Сен бай боласың, сен мықты боласың деп. Бірақ оны сөйтіп барлық ауыл тұрғындары естіп алған, мама папасы естіп алғанда, ананы күтіп, асты үстіне түсіп, аспанға шығарған ғой, жаңағы мен балам бай болады деп. Сөйтіп мен балам бай болады деп жүріп, ата-анасы өмірден өтеді. Ана кісі жатады, сөйтіп мен бай болам деп, сөйтеді үстінен ескі крышасы құлап өледі. Сөйтіп Құдайдың алдына барған кезде, мен тағдырымда бай болу деген жазылып тұрған еді ғой, не үшін сен маған байлық бермедің десе, я сенің тағдырыңда бай болу деген жазылып тұрған, бірақ сен әрекет етпедің ғой деген екен. Сол үшін де мысалы үшін адам атақты болғысы келе ма, ол әрекет ету керек соған қарай. Адам бай болғысы келе ма, энергия жинау керек соған қарай. Адам молшылықта, табыста, байлықта өмір сүру керек па, сол нәрсенің берекесін біліп, ешкімнің ала жібін үзбей, ешкімнің хақысына кірмей, әдемі өзінің тура жолын түскен кезде ол бақытты өмір сүретін болады, бай өмір сүретін болады. Ал адам өмірде жаңағыдай ризығым бар екен, бәрін Алла береді екен деп, бірақ аспанға қарап күтіп жата беретін болса, оған ешқандай нәрсе келмейді. Себебі құстың өзі таңертең тұрған кезде ұясынан Аллах тағалаға тәуекел етіп ұшады деген сөз бар да. Сол себептен де құстан қарағанда сіз адамсыз. Алла сізді саналы етіп жаратқан кезде, Алла береді екен деп диванда жата бермей, әрекетіңіз етіңіз. Әрекет еткен адамда көп энергия болады. Әрекет еткен адамда әрдайым ақша болады. Таппаған ақшасын ойша жарататын адамдар болады. Ол ақшаның келуіне, ақша табуға әсер етеді ме? Әсер етеді. Себебі біз таппаған ақшаны ойша құрастырып аламыз да, ожиданиемен өмір сүре бастаймыз. Яғни біз ойланамыз, қазір мына проекттен мынандай ақша табам, анадан мынандай ақша табам дейді да, бірақ ол келмей қалған кезде адамда опять же боль бола бастайды. Соның кесірінен де выгорать етіп кететін, соның кесірінен де депрессияға түсетін адамдар бар. Ешқашанда таппаған ақшаңды ойша жұмсама. Ақша саған бірінші қолыңа келсін, содан кейін барып онымен есептес. Мына жаққа жіберем, мына жаққа жіберем деп. Ал ойша құрту ол дұрыс емес. Ойша сен цель қойсаң болады.
болады, яғни нақты конкретность, мен осындай дүние аламын, осындайға жұмсаймын деген сияқты. Және де егер де сенде ойша конкретность болмаған кезде ол сенің қолыңа келмейді. Ал енді асығып сен соған думкаға түсіп ойланып қайғыратын болсаң, ойша жаратып алып ше, ал ертең ол саған келмей қалса, сенде қатты глубокий боль болып қалуы мүмкін. Еркекте ақшасы көбейген кезде құтырады дейді, ол рас па? Мысалы үшін құтыратын ер азаматтар да бар, және де әйелінің жағдайын жасап гүл қылатын да ер азаматтар бар. Мысалы, ондай еркектер келеді маған жеке консультацияма, әйелін гүл қылып, құлпыртып, әйелінің психологиясымен жұмыс жасап, дамитын, бірге өсетіндер ше, және де реально құтыратындар да бар. Соңғы үлгіде 570 машинаны мініп алып, қыздарға барып, өтірік ана қызға уход жасап, мына қызға уход жасап, өзін таба алмай жүрген. Өзін таба алмаған, өзінің өмірлік миссиясын таппаған еркек қолына ақша бітсе қатынға қарай жүгіре бастайды. Мысалы, сөз бар ғой, өзбек байыса там соғады дейді, қазақ байыса қатын аламын деген сөз бар. Сол үшін де ер азаматтар, сіздерге айтатыным, сол көшеде жүрген әйел де сол әйел, үйіңіздегі әйел де сол әйел. Лучше вложенияны үйіңіздегі әйелге құятын болсаңыз, сіздерде үлкен прогресс болады. Мысалы үшін мен сабақтарға бірге баратын ерлі-зайыпты адамдар бар да. Екеуі келеді, екеуі жарқырап тұрады ғой, прям түрлерінен нұр шашырап, әйелі күйеуіне қарап, анаған қарап, бір-біріне страстный болып ше. Сөйтеді айтады, менің күйеуім дейді, екеуміз таксовать ететін күйеуім дейді, вообще жұмысы жүрмейді, әйтеуір андай болады, мындай болады. Сөйтіп барып сөйтіп жүрген кезінде аяқ астынан бір керемет бір жұмысқа, должностьқа шақыртып алды дейді. Содан бастап Аллахтың қалауымен жұмысы алға қарай жүре бастады, көп ақша таба бастады. Көп ақша тапқан күннен бастап маған деген қамқорлығы, маған деген махаббаты, маған деген қызығушылығы наоборот одан сайын арта түсті дейді. Сол сияқты наоборот ақшасы көбейген кезде әйелінің қадірін білетін ер азаматтар бар, және де ақшасы көбейген кезде құтырып, жаңағыдай қыздарға ақшасын шашып сөйтетін ер азаматтар бар. Бірақ қыздар, ақшасы бар еркектің бәрі құтырады деген ол сенің жаман установкаң. Яғни сенде ақша, күйеуімнің ақшасы көбейіп кетсе, ол басқа қыздарға барады дейтін болсаң, сен күйеуіңнің жолын жауып қоясың. Сол үшін де просто так ойша оған рұқсат бер. Ақша тапсын, мен сол кезде рахаттанып екеуміз білім аламыз, ізденеміз, дамимыз деп бұрынғы установкалармен, программалармен өмір сүріп, сен күйеуіңнің жолының жабылуына, келген ризықтардың тоқтап қалуына әсер етіп жіберуі мүмкін. Бай еркектердің құпиясы неде деп ойлайсыз? Білесіз ба, бай еркектердің құпиясы анасын, қызын, әйелін ренжітпейтін, әйелін бағалайтын ер азаматтар миллиардер болады дейді. Неге? Осы мысалы үшін сіздің анаңыз сізге разы болатын болса, әйеліңіз сізге мойынсұнып, сіздің тілеуіңізді тілеулетіп отыратын болса, және де қыздары бар еркектер, қыздарыңызды әдемілеп, соның көңіліне қарап, бар жағдайын жасайтын болсаңыздар, сіздердің жолдарыңызды Аллах тағала ешқандай кедергі қалдырмайды екен. Бүкіл жолдағы кедергінің бәрін алып тастап, сізге тек қана сіз ол әйеліңізге берген сайын, анаңызға берген сайын, қызыңызды қуантқан сайын сізге бере беретін болады. Сол үшін бай болуының құпиясы сенің айналаңдағы жақындарыңды қуанту, беруші құлдардан болу. Яғни осы беруші құлдардан болу деген нәрседе жаңа потоктар айтам деп ұмытып кетіппін. Бізде сабақта бір әйел келді да, бір әйел өзіме сабағыма келді, просто пол жуатын техничка апай. Техничка апай ешқандай да бір артық ақшасы жоқ. Мен уже шаршадым, мен уже мына жұмыстан шаршадым, мен бай болғым келеді деген запроспен келді. Сөйттік та оған біз поток ашу деген терапия бар. Поток ашу терапиясынан өтті. Сол кезде бір қыз тұрып айтады ғой, мен мына Луи Виттон сақинамды мына апайға сыйлағым келеді дейді. Алтын сақинасын шешіп береді. Басқа адам тұрады да, мен мына сырғамды шешіп бергім келеді дейді. Бір адам тұрады да, мен мына алтын мына моншағымды бергім келіп тұр дейді. Біреу бриллиантымды бергім келіп тұр дейді. Біреу осының барлығына көрімдігімді бергім келіп тұр дейді. Моментте ана әйелдің потогы ашылып кетті да, сол жердің өзінде алтын сырғалы, сақиналы, цепочкалы күшті болып поток ашылып кетті да. Сол сияқты адамның потогын ашып жіберу бір сәтте, адамның потогын жауып қою да бір сәтте. Бар дүниесінен бір сәтте айырылып жатқандар бар, жоқ жерден бір сәтте байып кетіп жатқандар да бар. Сол үшін чудаға сеніңіздер. Ақша адамды құртады ма? Ақша адамды құртатын сәттер болады. Яғни сен өзіңе мән беруің керек. Сен мысленно дайын бол. Көп ақшаға сен ойша дайын болатын болсаң, сенің өміріңе сол келетін болады. Яғни сен мысленно миллиардқа дайын бол, сол кезде сенің өміріңе миллиард келген кезде сен қорытылмай, саналы түрде соған жететін боласың. Ал сен өміріңе топ етіп миллиард келіп қалды да, сен нефтем, жаңағыдай ішіп, қуып, шегіп жүретін болсаң, вот сол кезде құртыласың. Ақша тапқан кездегі сенің өзіңнің состояниеңе мән бер. Сенде уже бар, яғни сен қанша табыс тапқың келеді, мысалы үшін.
миллион ба миллиард па сол сенде уже бар деп елестет, бірақ ожиданиямен қуып кетпе, әділдат етіп кетпе да, елестет, состоянияға кіріп көр. Сөйтті, содан кейін сен сол моментте қандай сезімде боласың, яғни соған мән бер. Сен бай болып, жақсылық жасап, мешіт соғып, медресе соғып, балалар үйіне көмектесіп, жетім жесірге көмектесіп, жаныңның қалауыңа, ертең ақыретіңе пайдалы дүние жасайсың ба, либо болмаса тек қана ішіп, шегіп, қуып, жыртылып, ана машинаны алып, анадан ананы алып, сөйтіп секіріп жүре бересің ба? Егер де сен тек қана дүниенің соңынан қуа беретін болсаң, дүниенің соңынан ешкім қуып бітпеген. Брендтерді не үшін ойлап шығарды? Осы көп бай адамдардың ақшасын қайда жұмсарын білмей жатқаннан кейін, мысалы үшін 30 миллиондық сумканы, 500 миллиондық цепочкаларды сол брендтерді ойлап тапты да адамдарға ақшасын жарату үшін. Ал сен сондай бренд қуалап, өмір бойы сондай дүние қуалап жүре беретін болсаң, сен ақша сені бұзып жіберуі мүмкін. Ал ақша тапқан кезде сен бұл дүниеңді де ақыретіңді де ойлайтын болсаң, сол кезде керемет өмір сүресің. Мен осы сөзді әрдайым айтып жүремін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның керемет сөзі бар. Адамдардың ішіндегі ең хайырлысы бұл дүниесінде, ақыретінде ойлайтын адамдар. Яғни дүнием деп ақыретін ұмытып кететін емес, ақыретім деп дүниесін ұмытып кететін емес, екеуін қатар алып жүретін адамдардың ең хайырлысы сол дегенде. Сол ішінде кейбір діндар адамдар бар. Ойбай, маған ақша керек емес, байлық керек емес дейді, просой киініп жүреді. И оларға адамдар қарайды да, анау сақырлаған машина мініп, әбіржеп жүргендерін, мә, дін деген сондай ма не? Сонда ақшасыз өмір сүру керек па не дейді, намаз оқымаймын онда мен деп қаша бастайды. Ал наоборот, дінде ешқашанда, мысалы, бір ұстаздардың сөзі бар ғой, егер де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы өмірде сүрген кезде ол соңғы үлгідегі көлікпен жүретін еді, түйемен жүрмейтін еді ол дейді. Сол себептен де ақшаны сіз ақыретті ойлап, бұл дүниеде атыңыз өшпейтін дейді амалдар жасаңыз. Ертең сізге ақыретте сауап барып тұратындай мешіттер соғып қойыңыз, қарилар шығарыңыз, иә, сол кезде сізге ол ақша құртпайтын болады. Ақша таптым деп құтыру, құтырмау бұл таңдауы, яғни адам оны өзі таңдайтын болады. Сіз ақша энергияға келеді деп көп айтасыз. Сол энергия деген не? Энергия дегеніміз ол адамның қайнар көзі. Яғни энергия болмаса, ол өлік адаммен тең. Өлі адамның қараңыздаршы, энергиясы бола ма? Ол өлі, оның жаны ұшып кетті, дұрыс па? Жаны жоқ оның. Содан кейін де, ал қазір энергиясы жоқ, бірақ өзін сүйреп жүрген адамдар өте көп та, дымға желаниесі жоқ. Бір әйелдерден пример келтірейінші, не только ақша табу, күйеуінің тапқан ақшасын құртып, үй жинауға шамасы келмей, балаға қарауға шамасы келмей, бір өзінің элементарный шашын жууға шамасы келмей жатқан әйелдер көп, потому что энергия жоқ. И ол претензиямен етеді күйеуіне, сен табыс таппайсың, сен сыйлық сыйламайсың, сен гүл сыйламайсың. Энергия баланс беріледі ғой, әйел мен күйеуіне бір-біріне беріледі ғой. Энергияңды көтерші сен, элементарны табыстың қалай келетінін байқайтын боласың. Ақша адамға энергиясына келеді. Энергияң көп па, сен шаршамайсың ба, Аллах тағала саған бере беретін болады. Ал энергияң төмендеп, сен шаршап, құлдырай бастадың ба, сен өз жолыңды өзің жауып алатын боласың. Энергияны қалай көтеруге болады? Энергияны медитациялар арқылы, терапиялар арқылы, таза ауада жүру арқылы, өзіңе ұнайтын хоббилар табу арқылы көтеруге болады. Медитация дінге қарсы деп жатады. Сіздің ойыңыз қандай оған? Медитацияның дінге қарсы түрлері бар. Медитация таңдаған кезде прям осторожностьпен таңдау керек. Сөздеріне мән беріп, кімнің медитациясын тыңдап жатырсың, соған мән беріп. Мен өзім Джо Диспензаның медитацияларын тыңдаймын. Және де ол кісіде дінге қарсы еш нәрсе айтылмайды. Ол просто сенің ішіңдегі энергияны көтеріп береді. Өзіңнің ішіңдегі энергиямен қосып береді сені. Сол үшін де ал бір кісілер бар, просто мынандай сиденияда отырасың да, сен уже ол кезде астрологияны, нумерологияны арасына тығып жібереді. Ал сондай кезде сен қате жағынан, дұрыс емес жағынан тыңдап қалуың мүмкін. Сол үшін медитацияны тыңдаған кезде де қандай медитация тыңдап жатырсың, соған мән бер. Яғни бірақ медитацияға сеніп кетудің қажеті жоқ, Аллаға сену керек. Сенім Аллада тұрып, бірақ сен әрекетіңді жасаған кезде оның ешқандай дінге қарсылығы жоқ деп ойлаймын. Сізге қояр соңғы сұрағым, бай болудың 3 құпиясын айтып өтсеңіз, негізгі. Бай болудың қарапайым 3 техникасы бар негізінде. Ең бірінші, бай болғыңыз келсе, энергияңызды ешкімге бермеңіз. Яғни постоянно ресурста, постоянно бақытты өмір сүруге тырысыңыз. Екінші құпиясы бұл қарым-қатынас. Туыстарыңмен, айналаңмен, адамдармен дұрыс қарым-қатынас құруға тырыс. Үшінші нәрсе бұл өзіңді және де айналаңды сүй. Өзіңде қадірлеп, өзін сүйетін адам ертең бай болған кезде ол сол махаббатпен өмір сүретін болады. Ал өзін құнсыздандыратын, өзінің ішінде қаны қарайып, біреуді жек көріп жүрген адам ол ақша келген кезде сол қанышерлікпен айналып кетуі мүмкін. Сол үшін бай болғың келе ма, өзіңді жақсы көр,
энергияңды көтер, айналаңа үлкен махаббат бер. Сол кезде сен расслабиться етіп әдемі түрде ақша таба алатын боласың. Болды, подкастымыз аяқталды. Ақша тақырыбын толықтай аштық деп ойлаймын. Айда ханым, сізге үлкен рахмет. Аружан, сізге де көп рахмет. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Ұнаса өздеріңіздің парақшаларыңызға бөлісе кетіңіздер. Сіздермен көріскеніме қуаныштымын. Осы YouTube парақшаға жазылып қойсаңыздар болады. Әлі алда көптеген тақырыптарды ашатын боламыз.